қайда жүрсің? Босай тез. Өрт болып жатыр ғой айналайын. Өрт болып жатыр мына жерде. Босай. Асықпай дейді. Орынбасарым менің. Bir ағам айтып еді, бала әкім болайын деп отырсың ғой бір ауданға. Өзіңнің командаңмен бар деді маған. Командым деп өзімнің класстастарымды түгел жинап алғам. Жүрсең қара енді бұл. Әлі жетті ме? Қаяқтан келдің айналайын? Өрт дейсің, пожарныйға барсам, ондай не болған жоқ дейді. Мен саған өрт болғанда мына жердегі өртті айтайын. 15 минуттан кейін басталады ғой мен жиналысым айналайын. Ой, сен неғып дейсің басталса енді келіп жатырмыз ғой енді. Таңертең сағат 8-де активист залда бол дедім ғой мен саған. Активист залда ма? Иә. Мен еше автовокзалға барып тұрмын ғой, бәсе. Автовокзалда неғып жүрмін, не жиналыс деп қоямын? Бош, дайындадың ба? Не алдың менің? Түрімен жазып қой, осы ертерек айтып қоюға болады ғой. Енді мен енді білмеймін ғой, облыстан айтты маған, ертең барамыз, есеп бересің аудан халқының алдында. Дайындал деді. Мен сосын кеше жазып түрімен отырып жаздым, осы бар ғой, түгі бала шағамызбен ешқайсымыз ұйықтаған жоқ. Оқыш. Тұра тұршы, тауып алайық өзі. Қалай болып кетті өзі бәрі. Ананы бір нөмірлеп қоюға болады ғой, 1-2 деп. Сосын конечно таппайсың. Нөмірлеп қойғанда не? Қағаз жоғалып кетсе, нөмір қалып қағазың қалып қалмайды ма? Кетші не айтып тұрсың? Қағазын түрін қара, умаш. Bir 80-дегі әжейдің дамбал сияқты таңдайды. 80-дегі әжейіне қағаздан дамбал кей ма не? Тіліңмен жаңа сөймей басташ дейді. Тұра тұршы, тауып алайық өзі. Шатасып кеттік өзі. Басталады қа, 15 минуттан. Жоқта, міне. 2 вариант жасап бердім. Маған бір вариантын қатып берші айналайын, бір вариантын. Жоқ, енді ұнамаса екіншісін оқисың ғой енді. Бош. Дайынсың ба? Иә, давай. Түсініп ал дұрыстап. Дейсің? Бастасай болсайшы енді. Саспас olsun. Түсінікті olsun, бақыма? Оғыш айналайын десерақ. Тәуелсіздігі жарасқан бейбіт еліміздің өркендері жолында қаншама игістер атқарылып жатыр десеңізші дедім. Қалай? Нормально, басшасы. Әдеби тілмен әдем бастапсың. Тыңда енді. Тамыры тереңге тартқан сыбайлас жемқорлыққа қарамай, балапан бағдарламасы бойынша ауылымыздың орта мектептің оқушыларымыздың суыққа тоңып қалмасын, осылар ауырып қалмасын деп мектебімізге 333 маршрут автобус беріп қойдық. Қанша? 333 дедім. Сен есің дұрыс па айналайын? Бүкіл аудан орталығында неше мектеп бар? 8-ақ мектеп бар ғой? Оған 330 автобус тұрақтан беріпсің. Жет сондай бар екен деп ойлап қалсың да? 330 автобус біздің облыс орталығында жоқ айналайын. Маршрутта жүрген. Шамал қисынға келетін нәрсені жазсайшы. Анан бір 3 аптасында 33 жетеді. 33. Оны беріп қойдық деме. Маршруттық автобустарды мектептердің қасынан өтетін қылдық деп болды. Ой, мектептің жағына конечный остановкасы болғаннан кейін енді біз беріп қойдық екен деп ойласын да, ақыры барады ғой. Айналайын ондай ақша бөлінген жоқ қой, қаяқтың автобусын алып жүрсің. Сонда келген комиссияң сонда маршрутқа мектепке барып тексеріп өтті дейсің ба? Бір 3 аптасында 33. Жарайды, алып тастайық, түзейміз я. Дипломмен ауылға атты бағдарлама бойынша жоғарғы білім алып келген жастарымызды, яғни инженер-гинеколог бар, барлығын мектебімізге орналастырып қойдық дедім. Кімді мектепке орналастырып? Диплом алып келіп атқан қазіргі жастар бар емес па дипломмен ауылға? Сол бағдарлама бәрін мектепке орналастырып дедім. Енді мектепке инженер мен гинекологтың не қатысы бар енді? Енді оны қай жаққа орналастырасың енді басқа? Айналайын, мынаны мен ауданның халқының есеп айтатын болсам, масқара боламын ғой күлкіден айналайын. Енді ол мамандығын айтпай қой, бәрін орналастырдық деп. Ана мамандығын өшір, гинеколог пен инженер деген. Дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша жас мамандардың бәрін мектепке орналастырдық. Жарайды, допты. Мектебімізде 300 оқушы дәріс алса, 600 мұғалім дәріс береді. Немене болып кетті айналайын, ол сенің мұны отчетың немене болып кетті айналайын? Дұрыс қой енді барлығы енді неғып жатыр ғой енді, 600 мұғалім сабақ береді. Жоқ сен наоборот айтып келген жоқсың. Наоборот, біреу түске дейін 300 түстен кейін береді, екіншісі мен ақ ғой. Анау ақылға сыймайды анау. 600 оқушыға 300 мұғалім деші. Өйтіп ол да көп әлі. Жарайды, бопты. Қойшы, оны өзің түзеп аласың, қойшы. Енді мен саған просто несін беріп жатырмын ғой. Давай. Күннің суықтығына қарамай ауылымызда жапсарластырылған 300 кітапхана ашылды. Немене сен айналайын ау 300-ден басқа сан білмейсің ба? Немене бір түсінбейтін адам бергеш өзі, бір сауатыңнан берген. Оқышы мына, қарашы. Мынау не деген? Жапсарластырылған. Міне. 333. Тағы да 330 айналайын ау. Оны алып тастайын ба, 300 қалдым бұл жолы. Кітапханалар ашылды дедім. Молодец, әріптен екенсің ғой. Сен, қарашы. 333 кітапхана мақ, 300 кітапхананы кімге берейін деп жатсың айналайын? Бүгін біздің аудан бойынша ауылдар 29-ақ ауыл бар. Оған 30-ақ кітапхана жетеді ғой. 300 кітапханаң да ақылға сыймайды ғой. Жарайды, 30 кітапхана қыламыз. Сосын жапсарластырылған деген немен ал? Жапсарластырылған деген не ол?
жапсарластырылған деген сөз түсінбейсің ба? Қазақсың ба өзің? Түсіндірші маған, түсіндірші. Ей, мынау медпунктің бары, поштаң бары, дөңкөлдерің, кітапханаң бәрі бір зданияда тұрған жоқ па? Жабысып тұр ғой бір-біріне. Енді жабысып тұрса айналайын, бөлек жазбайсың ба? Пәлен медпункт, пәлен клуб, пәлен кітапхана бар деп. Енді бәрі бір-біріне жабысып тұрса, оны қалай бөлек жазам мен? Сен айғайламадың? Айғайламасаң, мен бытшытты ғой төмен жазғанымды. Ары қарай оқшам. Ары қарай оқы. Тыңдамайсың тақансы. Аяғына дейін тыңдау керек қой. Кітапханамыздың ашылуына небір звездалар мен өнер жұлдыздары, сонымен қоймай Шәкәрім Құдайбердиев, Мұхтар Әуезов, Бейімбет Майлин аталарымыздың өзі келіп ыстық ықыластарын білдіріп кетті дедім. Айналайын, кім келді дедің? Вообще тармайсың ба звездалар сен қазір? Звездаларың мақыл енді, жұлдыздарың мақыл. Кім келді дедің ары қарай? Шәкәрім Құдайбердиев, Мұхтар Әуезов, Бейімбет Майлин аталарымыздың өзі келіп ыстық ықыластарын білдіріп кетті дедім. Сен бізбен бірге 11-ші класс түгел бітіріп пең әйтеуір? Мен бітірген, сен ғой 9-дан кейін кетіп қалып жүрген алайын. Айналайын-ау, анау айтып жатқан кісілердің бәрі баяғыда репрессияның кезінде атылып кеткен біздің қазақтың зиялылары ғой, айналайын-ау. Құлақтан теппеші. Мұхтар Әуезов Абай жол жазған, ол кісі де баяғыда қайтыс болған. Құлақтан теппесей. Кеше ғана кітапханада көрдім ғой, новый кітаптары тұр ғой. Өліп қалсаң, оны кім шығарады ол кітапта? Милау, мисызсың, таза. Айналайын-ау, атамұра. Енді баспахана көп қой бізде, басып шығара береді. Енді ол халықтың мұрасы ғой. Мұрасы, тірі адам кітабын шығарамай жүргенде, өлген адам кітабын біреу шығарама? Екі адам нервінде тебірсің. Мақыл, екіншісін оқып. Қойшы, екінші вариантты оқиын бар, ұнамайды саған ғой. Ұнамайды. Масқара қылайын деп тұрсың ғой, халықтың алдында. Осы былай болады, ана келген комиссия түсінбеу керек. Иә. Бұны былай оқисың. Жасалап дихания алып аласың. Жол картасы бағдарламасы бойынша еліміздің осының көшелердің жөндеуде өткізіп жатқан жүре бастады деп бүгінгі дейін маш көшеден жолаушылар көрініп өтсе қуанып ура деп жүгіріп өтіп шықса халыққа қуанып болып жүрген азаматтар жасөскіндерге ардап жап-жапсар клубтар ашылуда. Дейсің де бір стакан су ішіп қоясың. Жоқ, су ішіп қоясың ғой, мақыл анаған үтір нүкте деген қоюға болмай ма? Соңында керек екен, нүкте, Айналайын, мынаны дәл анамдағы оқитын болсаң, естіп отқан адам қалғаны өледі ғой. Өле қалсын. Сол комиссия түсінбесін деп отырып қой саған. Айналайын, комиссияны қош, халық түсіну керек. Халық дейді, сен халықты қашаннан бері түсініп қалғансың. Халық не қылады сені түсініп? Түсінбейді сені халық. Ары түсініп жүрген адам құсап сөйлейсіңдер ғой. Ары қарай тыңда. Уважаемые кызылординцы, сегодня 10 часов крестьянское хозяйство Термизянский район организует ярмарку в поселке. Сен маған қазақшаны қатырып берсейші, орысшаң не айналайын? Орысшаң не сенің, а? Неме болып кетті мұны? Не болып кетті, а? Неме кешесің күліп тұрсың сен? Жоқ, түнде мен ұйықтап алайын дегем ғой. Әйеліме жаза тұр дегем сол. Ойма. Сен сонда аудан әкімі мына менің халықтың алдында беретін есебімді бала-шағаңмен, қатын-қалашыңмен бірге жазып жүрсің ба? Енді бәріміз бірге жазғанда шалқы сөз бөле ма, тағат қанша көзілмей? Енді орысшаң не айналайын? Орысшаң шатасып кеткен де енді. Шатасып кеткен не сен де айналайын? Қатын неме, қатын жазған. Мынаны қаяқтан алып жазып жүрсіңдер сендер? Газеттен алдық та енді қаяқтан аласың? Газеттен еші, менің... Газеттен алмай қаяқтан қаласың енді? Істеп атқан бірдеңең бар ма? Не істеп атсың, нең жазамай? Қандыспей оқыш ары қарай. Тыңдасай да қанша өтінді. Алып тастай саламыз оны. Гипотенуза мен катеттердің қосындысын Пифагор. Күйік, не деп тұрсың сен? Не деп тұрсың? Гипотенузаң не сен? Жаным. Не болып кетті мұнау? Қызымның почеркісі қой қараш тасқа басқандай. Айналайын, қызың не сенің, қызың не? Сабақ оқып отқан түнде. Айналайын, менің халықтың алдында беретін отчетымды сендер қызыңмен бірге жазып жүрсің ба? Енді кіммен жазамыз? Мен саған мазақпын ба? Неге мұжасың ананы? Мынаны бар ғой міне. Мұжба дейін. Әптен ұмаждадым, керек жеріңе пайдаланма енді. Рақтырма оны. Түн ішінде барып осыны көршіден алдық барып осы қағазды. Еще кеп мұжасың маған кеп. Сен бар ғой, жұмыстан боссың, рахмет айналайын. Я бос мені, көрдің ба? Неменеге гүл беріп жатыр бұған? Мына халық жібермейді мені. Біледі ғой.
Rahmet sen kimiye koş, yerden жұмысқа kimiye qo'yasың. Bo'ldi, Көрөмүз rahmet. го, halkka kim керек екенін көрөмүz го. Айналайын ау, мен Sen gelmeyi kalatın çıkarsın. Boylan ey. Çöt yazamaysın. мен сені точно құртам. Точно Көреміз. құртам. Kortarsın ba? Света, Кім тез, кімді тез, құртады екен тез, көреміз. тез, орныңа кел. Қазір мен диктовать етіп отырам, отчет жазасың қазір. Давай. Давай Жұмысқа болса, келме, давай. айнала, халықтың алдында масқара қылайын деп. Oy var halk aldı. Sen Oy. dilerde maskara kılı bırak al. Halk de koyadı koy. Oy vay. Точно кетесің. Ne kılarsın sen halk? Mene halk, Toşlu mene halk. Ey mene halk. Halk mene. Mene halk. Rahmet halkım özü saylamalar. Sen özür müsün tavbana ver. Мен сені құртам.